Баршаңызға сәлем, құрметті менің тұрақты көрермендерім. Бүгін сіздермен практикалық сабақты өтетін боламыз. Егер де сіз күрделі грамматикалық атаулармен, қиын жолдармен үйренгіңіз келсе, онда бұл видеосабақ сіздерге арналмаған. Өйткені каналдың аты айтып тұрғандай, біз оп-оңай жолмен қиын күрделі грамматикалық атаусыз-ақ кәдімгі қарапайым тілмен үйренетін боламыз. Сондықтан да астына негатив жазбауларыңызды сұраймын. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз практикалық сабақ болғандықтан, сіздерге алдымен осы уақытқа дейінгі өткен предложный падеж туралы 3 сабағымыз бар. Соны сіздерге көруге міндетті түрде кеңес беремін. Алдымен сол сабақтарды көріп, түсініп алыңыздар. Содан кейін мынау практикалық сабаққа көшіңіздер. Бұл өздеріңізге пайдалы. Енді көбіміз окончание айтқан кезде қиналамыз, ол белгілі. Енді предложный падежді қай кезде қолданамыз деген сұрақ пайда болады. Оны қолданамыз қай кезде? Егер сіз мысалы қазақша бір нәрсе айтқыңыз келсе, бір нәрсе туралы, бір нәрсе жайлы айтқыңыз келсе, былай бастайсыз ғой. Мен мысалы машина туралы армандаймын, туралы, немесе қай жерде, қашан деген сияқты сөздерді айтқыңыз келсе, қатесіз. Бірден сіз предложный падежді еске алуыңыз керек. Яғни где, когда, о чем, о каких, о каком сияқты сұрақтар келсе дегенде қалай? Сіз сондай осы сұрақтарға қатысты қазақша бірдеңе айтқыңыз келсе, онда осы предложный падежді еске аласыз. Қазір нақты түсінетін боласыздар. Грамматиканың артынан қуатын болсаңыздар, осы предложный падеж жайлы бір кітап шығаруға болады. Енді соның ішіндегі ең қажеттісі осы 4 нәрсені білсеңіз бітті. Ол бірінші жағдай. Білеміз, орыс тілінде женский род бар, мужской род бар, средний род бар. Соның барлығы осы падежде е және имен аяқталады. Ол дегеніміз не? Мысалы, жаңа біз айтып кеттік қой. Где, когда деген сұрақтар келсе, бірден осыны еске аламыз деп. Мысалы, ты где? Я в магазине. Соңы емен аяқталып тұр, Бірінші жағдайға қарасаңыз, сол мужской род, женский род барлығы е және имен аяқталады. Жаңа айтып кеттік қой, где, когда деген сұрақтар келеді деп. Мысалы, ваза қайда тұр? Ваза где стоит? Ваза стоит на столе. Ваза үстелдің үстінде тұр. Қай жерде тұр? Үстелдің үстінде. На столе. Яғни соңы емен аяқталып тұр. Көрдіңіздер ғой, окончаниясы осы жерден басталады. Бұл бірінші жағдай, демек барлығы е және имен аяқталады. Ал жалпы предложный падеж о ком, о чем деген сұраққа жауап береді. Яғни кім жайлы, не жайлы. Мысалы, о ком ты думаешь? Кім жайлы ойлап тұрсың? Я думаю о Динаре. Бұл жерде де соңы емен аяқталып тұр. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Сонымен жалпы бірінші жағдай түсінікті. Осыны жаттап алсаңыз бітті. Енді екінші жағдай, бізде қалай десем екен, сөздер тек қана өзі ғана келмейді ғой, сын есіммен бірге айтамыз ғой. Мысалы, мен мысалы қызыл машинаны армандаймын. Сын есіммен келетін сөздер бар. Женский родта да, мужской родта да және средний родта да. Енді женский родпен келетін сын есім болса, онда сын есімге ой және е жалғауы жалғанады. Мысалы, мен қызыл машинаны армандаймын. Я мечтаю о красной машине. Сын есімге көрдіңіздер, ой жалғанып тұр. Неге? Өйткені машина сөзі женский род болғандықтан. Немесе былай айтсаңыз болады. Ты о какой девушке говоришь? О какой? Ой, сен қандай қыз жайлы айтып тұрсың? Бұл жерде қандай, яғни какой сөзіне соңына ой жалғанып тұр. Девушка бұл женский род болғандықтан, как обычно, е жалғанып тұр. Ал енді мужской родта және средний родта сын есім бірге келетін болса, онда оған ом және ем жалғауы жалғанады. Оны былай айтсаңыз болады. Я мечтаю о большом доме. Большой дом
бул мужской род, сын есім менен бирге келип тур. Мужской род болгондуктан дом оған сын есімге ом және ем жалғанып тұр. Және де средний родта да тура мужской род сияқты ом, ем жалғай бересіздер. Және төртінші ең қажетті керек білетін нәрсе бұл көпше түрде қалай айтылады. Көпше түрде бар жоғы ах және ях жалғаулары жалғанады. Оны қазір мысалдармен түсіндіреміз. Кейбір кезде их жалғанады. Ах, ях, их. Мысалы, о каких каникулах рассказывает мальчик. Немесе я мечтаю о больших домах. Мен зәулім үйлерді армандаймын. Сонымен төрт жағдайды біз түсіндік. Енді бізге қажет нәрсе бұл бағынбайтын сөздерді білу. Ол қандай сөздер десеңіздер: год, мост, аэропорт, Крым, лес, шкаф, пол, угол, сад, берег сияқты сөздер бағынбайды. Неге дейсіздер ғой? Мысалы, менің киімім қайда? Где моя одежда? В шкафу. Сіз оған в шкафу деп айтасыз, яғни у жалғауын қосып айтасыз. Жаңа біз айтып кеттік қой, барлығында и жалғанады деп. Жоқ, бұл сөздерге ондай нелер өтпейді, яғни бағынбайтын сөздер. Немесе я стою в аэропорту. Мен аэропортте тұрмын. Немесе я в детском саду. Көрдіңіздер, соңы у мен аяқталып тұр. Предложный падеж где деген сұраққа жауап береді дедік, Енді оның жанында әртүрлі глаголдар болуы мүмкін. Мысалы, жить где? Қайда өмір сүру? Быть, болу, находиться, стоять, лежать, сидеть сияқты глаголдар қолданылуы мүмкін, бірақ бұл маңызды емес. Бізге маңыздысы, яғни где деген сұрақ келсе, немесе қай жерде деген сұрақ келсе, біз оған қандай предлог қолданамыз? В деген предлогты қолданамыз ба, әлде на деген предлогты қолданамыз ба? Есте сақтау үшін дәптерге міндетті түрде жазып алыңыздар. Она покупает хлеб в магазине. Ол нанды дүкенде сатып алады. Яғни в болса, ол ішінде. Оны өткен сабақтарда да біз айтып кеткенбіз. Немесе платье висит в шкафу. Шкаф бұл жаңа бағынбайтын сөздерге жатады деп айтып кеттік. Иван работает в банке. Бұл банктың ішінде болғандықтан оған в предлогы жалғанып тұр. Енді дети играют на улице. Бұл алаң болғандықтан, яғни қоршалмаған жер болғандықтан, оған на жалғауы жалғанып тұр. Және де сын есіммен келген кезде оны былай қай деп айтуға болады, яғни предложный падеж қай деген сұраққа да жауап береді. Мысалы, в каком городе живет ваша семья, в большом или в маленьком? Қай қалада сіздің отбасыңыз өмір сүреді? Үлкен қалада ма, әлде кішкентай ма? Город бұл мужской род болғандықтан, оған ом жалғауы жалғанып тұр. В каком? Мына жерде де в большом, в маленьком ом жалғауы жалғанып тұр. Және де қандай да бір транспортта айтатын болсақ, оған на предлогын қолданамыз. На машине, на автобусе, на поезде деп. На предлогын қолданамыз, егер сізден біреу сұраса, сен жұмысқа қалай барасың десе, яғни немен барасың десе, сіз айтасыз на автобусе деп айтасыз. Ал енді қай кезде в автобусе деп айтатын болсаңыз, сен Иванды қайда көрдің? Сен оны автобуста көрдің. Сондықтан да сен айтасың в автобусе. Яғни сол автобустың ішінде. Она едет на машине, она читает в машине. Және де предложный падеж ойлау объектісін білдіреді. Және де думать, мечтать, знать, білу, армандау, ойлау, алаңдау сияқты етістіктермен бірге келеді. Ол қандай етістіктер десеңіз, мысалы, он думает только о работе, она мечтает о любви, мать беспокоится о сыне, ты что-нибудь знаешь об этом сияқты жаңағы ойлау объектісімен келеді. Бұларды да жазып алыңыздар. Ойлау объектісімен бірге қатар сөйлеу объектісімен де келеді. Мына мысалдарды да жазып алыңыздар.
неге сіздерге жазып алыңыздар деп айтып жатырмын, өйткені сіз өмірде мысалы бір жерден естіп қалсаңыз или оқып көріп қойсаңыз осындай объект, жаңағы сөйлеу объектісі, ойлау объектісімен келетін кезде сіз бірден есіңізге түсіресіз, аха, мынау предложенный падеж деп.